Қыс келді. Ауыл аппақ көрпеге оранды. Қыс бұйыл өте ұзаққа созылатын сияқты. Шыршамыз жарқырасын. Шыршамыз өте керемет. Енді жаңа жылға дайынбыз. Балалардың күлкісі қысты әнге айналдырды. Далада қыс болса да, үйде отбасымен өткізген сәт ең қымбат әрі ыстық. Қараңдар, ақ қаламыз дайын. Қардың әр түйіршігі балалық шаттықтың лебі. Қар билеп жүр, ертегі сияқты. Үйде анам өз жұмыстарымен айналысуда. Қыс керемет, бірақ көктемді сағындым. Күннің жылуын. Қыс керемет, бірақ балалардың жүрегінде көктемге сағыныш пайда болуда. Кітап беттерінен жаңа ертегі өмірге келгендей болды. Үйдің ішінде күлкі мен ойын, ал терезенің сыртында ғажайып қыс әлемі. Қыс ұзаққа созылған сайын балалардың жүрегінде көктемге деген сағыныш тереңдей түсті. Ал егер біз қар патшайымын іздесекше, бәлкім ол бізге көктемді сыйлар. Кеттік, біз қар ханшайымын табуымыз керек. Бізге көктем керек. Балалардың үлкен саяхаты басталды. Жаңғағым мұздың астында қалды. Балалардың мейірімі кішкентай жүректі де қуантты. Жылынып ал, кішкентай досым. Достық пен татулық кез келген көпірді салады. Аспан үмітке боялды. Жол ұзақ, бірақ олар алға жүре берді. Шаршаған сәттерінде де жүректері үмітке толы еді. Қараңдаршы, орманның да өз сыры бар. Қанша шаршаса да, олар үміттің соңынан ілесті. Бұл патшалықта уақыт тоқтағандай, қыс мәңгі билік құрады. Қараңдар, сарай, біз жақындадық. Қар ханшайымының сарайы мұздан туған шексіз әлем. Бұл мұзды тақтың әрбір ұшында мәңгіліктің тынысы бар. Балалар ақыры қар ханшайымының алдына келді. Не үшін келіп тұрсыңдар маған, балалар? Қар ханшайымы, біз көктемді қалаймыз. Көктемді қалайсыңдар ма? Не үшін? Қыстың несі жаман? Көктемді сендерге беремін, бірақ сендер тапсырма орындауларың керек. Мынау қардан жаралған алма. Егер сендердің жүректеріңде жылу болса, оны тірілте аласыңдар. Егер сендердің жүректеріңде жылу болса,
оны тірі алмаға айналдыра аласыңдар. Қалай айналдыруды ойланып табындар. Балалар ұзақ ойланды, әр түрлі амалдар жасауда. Алдымен олар әр түрлі амалдар жасап көрді, бірақ алма жібімеді. Балалардың ойлары бытырап, әр қайсысы басқа жолдарын іздеді. Тек ең соңында олар түсінді. Тек жүректердің ортақ жылуы ғана мұзды алмаға жан бере алады. Жүректердің ортақ жылуы мұзды алмаға жан берді. Жүректердің жылуы мұзды алманы тірілте алды. Сендер шын мәнінде жүректеріңнің күшін көрсеттіңдер. Ал енді екінші сынақ. Бұл мұзды көпір. Бұдан қалай өтуге болады? Егер біз жалғыз өтсек, мұзды көпір қақ айырылады. Жалғыз өтсек, көпір сынып қалады. Ал бәріміз қалай өтеміз? Егер шешім табылмаса, көктем бізге ешқашан келмейді. Балалардың жүрегін күдік басты. Бұл көпірден қалай өтеміз? Жалғыз өтсек, көпір сынып қалады. Ал бәріміз қалай өтеміз? Шешімі табылды. Тек бірге өтеміз, қол ұстасып. Тек бірлік қана оларға көмектесетінін біледі ме екен балалар? Балалар үрейден кейін қуанышқа бөленді. Олар бірге жеңді. Сендер жүректеріңнің батылдығы мен ақылын көрсеттіңдер. Жақсы. Сендер шынымен де батылдық пен мейірімділікті көрсеттіңдер. Ән салайық, жүрекке жылу шашайық. Әр жыл мезгілі үшін риза болайық. Қар ханшайымының алғаш рет жүрегін жібіткен сәт келді. Мұзды жүректен көктем туды. Олардың қуанышы мұз сарайына да жылу сыйлады. Рахмет, қар ханшайымы. Көктем келді, көңіл шат, жүрек жылы. Табиғат оянды. Жан-жануарлар қайта шықты. Балалар ауылдарына көктемді алып қайтты. Ауылда көктемнің алғашқы демі сезілді. Қыз шегініп, көктем ауылға құшағын жайып енді. Көктем келді, жүректер жылынды. Табиғат пен адамдар шаттықта біріккендей болды. Жүректердің жылуы әлемге көктем сыйлады. Қымбатты достар, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет! Лайк басып, арнаға жазылыңдар. Келесі ертегімізде қайта кездескенше.